Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен балықтан жасалынатын тағамдар рецептімен бөлісетін боламын. Балықтың өте пайдалы екенін білесіздер, жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Бұл тағам өте ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, маған лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, жақсы пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Керекті заттар біздерге сазан балық керек. Менде тазаланған, алдын ала тазаланып қойған балық. Керекті заттарымыз тәтті бұрыш, жуа, қызанақ, укроп қажет және майонез қажет. Дәміне қарай салынатын тұзымыз және қара бұрышымыз керек болады. Және менде лимон жарын қосатын боламын. Қазір алдағы уақытта көрсететін боламын. Барлық ингредиенттерімізді осылай видеода көрсетілгендей турап алуымыз қажет. Осылай дөңгелек етіп турағанымыз дұрыс болады. Тәтті бұрышымызды да осылай кольцовой ретінде турап алғанымыз дұрыс. Видеода көрсетілгендей, қызанағымызды да осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Достар, бұл тағамды жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмі ерекше болып шығады. Отбасыңызға және жақындарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Және укропымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде укроп маңызды емес. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Барлық қоспаны мен турап дайындап алдым. Енді духовкамыздың астыңғы табасына осындай фольганы жайып алуымыз керек. Үстіне балығымызды салып, балықтың формасына келтіріп, фольгамыздың жиегін форма жасап осылай шығамыз. Бұл тағамның атауы көктал деген. Негізінде көкталды далада отқа пісіретін болады. Енді үй жағдайында пісіргесін осылай мен духовкада пісіріп алдым. Лимон шырынымызды алып, суын жақсылап щеткамен балыққа барлық жеріне жағып шығуымыз қажет. Егер щеткаларыңыз болмаса, қолдың көмегімен жағып шықсаңыздар болады. Лимон шырынын жағып шыққаннан кейін осылай тұзымызды барлық жеріне сеуіп шығуымыз қажет. Дәміне қарай сеуіп шығасыздар. Содан соң қара бұрышымызды сеуеміз. Енді майонезімізді балықтың барлық жеріне жағып шығуымыз қажет. Осының үстіне жуамызды салып шығамыз. Жуамыз мол болған жақсы, дәмі өте ерекше болып шығады сол кезде. Жуамыздың үстіне де кішкене майонезді жағып шыққанымыз дұрыс болады.
Енді тәтті бұрышымызды салып шығамыз барлық жеріне. Достар, бұл тағамды жасалу жолы өте оңай. Балықты алып, барлық қоспаны осылай салып шығасыздар, видеода көрсетілгендей, және духовкада 180 градуста 60 минут пісіріп аласыздар. Мінекей осылай қызанақты барлық жеріне салып, үстіне кішкене дәміне қарай тұз себетін боламыз, және майонез жағып шығамыз. Осылай толықтай майонезімізді жағып шығамыз барлық жеріне. Содан соң ас көбімізді сеуіп, духовкада пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің тағамым дайын. Балықты күріш гарнирімен ұсынсаңыздар, өте дәмі керемет болады. Жасап көруге кеңес етемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.